Сәлем достар, сіздермен бірге Мадина. Біз бүгін өте дәмді болып шығатын осындай екі түрлі нан жасаймыз. Алдымен менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Бізге қажет заттар: ұн, жылы су, жылы сүт, сары май, қант, қаймақ, ашытқы және тұз қажет. Алдымен ыдысымызға жылы суымызды құямыз. Суымыздың жартысын ғана құямыз. Ашытқымызды саламыз, дрожжымызды. Үстіне қантымызды саламыз. Араластырып, он минутқа бетін жауып тұндырып қойып қоямыз. 10 минут уақыт өтті. Біздің дрожжымыз жақсы көтерілді, көпіршіктеніп. Қалған суымызды, сүт, тұз, сары май, және қаймақты саламыз. Жақсылап араластырамыз. Електен өткізіп, ұнымызды саламыз. Електен өткізген маңызды. Електен өткізгенде біздің ұнымыздың арасына ауа кіріп, біздің қамырымыз жақсы көтеріледі. Мен астына ұнның грамын жазып қоямын. Әркімде ұн әр қалай. Ұнның сіз көз мөлшерімен салыңыз. Осылай қамыр қылып илейміз. Неке біздің қамырымыз дайын. Қайтарып, қамырдың иін қандырып, осылай илейміз. Неке жұмсақ, әдемі қамыр болып иленіп шықты. Бетін жауып, жылы жерге қойып қоямыз. Бізде 40 минут уақыт өтті. Қамырымызды алып, екі бөлікке бөлеміз. Осылай домалақтаймыз. Біреуін осылай нан қылып жасадым, үлкен нан қылып. Ешқандай оқтау ештеңе қолданбаймыз. Қолымыздың көмегімен осылай жаямыз, видеодағыдай. Екінші бөлігін 4 бөлікке бөлеміз. 4 бөлікке бөліп, видеодағыдай домалақтаймыз. Видеодағыдай осылай жасаймыз. Оны кішкентай нандар жасаймыз. Листтің үстіне пергамент қағазын төсеп, орналастырамыз. Неке менде 4-еу шықты. Бетін жұмыртқа жағамыз осылай. Шанышқымен осылай жасаймыз, қатты көтеріліп кетпес үшін. Қалауыңызға қарай ортасына ақ күнжіт, қара күнжіт, мак сепсеңіз болады, ештеңе сеппесеңіз де болады.
Мен ақ күнжіт пен қара күнжітті араластырып септім. Мінекей бізде дайын. Қызып тұрған пеште 30-35 минут пісіреміз. Ал келесі бөлігін видеодағыдай жасаймыз. Қалауыңызға қарай күнжіт сепсеңіз болады. Мен ақ күнжіт пен қара күнжітті араластырып, осылай жасап қойдым. Өз қалауларыңызға қарай мак сепсеңіздер болады, күнжіт сепсеңіздер болады, ештеңе жасамасаңыздар болады. Қызып тұрған пеште 30-35 минут пісіреміз. Мінекей біздің нанымыз дайын. Қараңыздаршы, қып-қызыл, өте әдемі болып пісіп шықты, қандай керемет. Ал біздің кішкентай нандарымыз да дайын. Қараңыздаршы, жұмсақ, қандай керемет болып пісіп шықты. Асты да, үсті де қып-қызыл бір келкі болып пісіп шықты. Сіздер де үй жағдайында осылай дайындап көріңіздер. Өте оңай дайындалады, өте дәмді болып шығады. Балаларыңызға, жақындарыңызға үй жағдайында жасап беріңіздер. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментария жазуды ұмытпаңыздар. Менің каналымда бұдан да басқа нандар бар. Кіріп қараңыздар. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет.